Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгін ерекше тақырыпта сөз өрбітетін боламыз. Бүгінгі амал белгілі бір уақыттар мен талпынысты, шыдамдылықты қажет етеді. Дегенмен әрбіріміздің қолынан келетін іс. Бәлкім сіз Құранды жұрттың бәрі жаттауы мүмкін емес. Ондай болу қайда дейтін шығарсыз. Араб әріптерін танымаймын. Тілім де келмейді. Құран үйреніп отыратын уақыт қайда? Жұмыстан қолым босамайды дейтін боларсыз. Алайда сізге айтарым, осы Рамазан айында ондай ойыңыздан бас тартыңыз. Себебі Құран оқу және оны жаттау сізбен біз ойлағандай аса қатты қиын шаруа емес. Бастысы ықылас, ниетіңіз болса болғаны. Ары созбастан қазірден бастап іске кірісудің сәті туып тұрған сияқты. Себебі Құран үйренуге кез келген жаста кіріссеңіз де кеш емес. Қарапайым ғана мысал айтайын. Қазіргі ұстаздар, имамдар, немесе әлемге танымал небір қарилардың бәрі кезінде Құранның бірде-бір әріпін танымайтын дәлсіз секілді болған. Сосын аздаған уақытын бөлді, ұстазға барды. Нәтижесінде бүгін Құранда өзіндік дәрежеге жетті. Ал егер сіз әріп танитын болсаңыз, Құран жаттау тіптен оңай. Кез келген Құран оқитын адамдан сұрасаңыз, оның ешқандай қиындығы жоқ екенін айтады. Себебі Құран оқу өте оңай. Алла тағала біз Құранды еске алуға, яғни сөзін мағынасын түсінуге жеңіл еттік. Ендеше еске алушы бар ма дейді Қамар сүресінде. Сондықтан еш қиналмай-ақ дәл қазір алғашқы қадамды жасаңыз. Құран үйрететін дәріске жазылып, сауатыңызды ашыңыз. Құран оқылған үйге періштелердің келетінін, көкірегіңіз Құранмен нұрланып, өміріңізге, тұрмысыңызға береке кіретінін ұмытпағайсыз. Демек, Құранды жаттаудағы ең басты ерекшелік Құранның жеңілдігінде. Тек өзіміздің негізсіз ойлар мен шайтанның азғыруы ғана бізге Құранды жаттауды қол жетіспестей амал етіп елестетеді. Әлемде миллиондаған адамдар жатқа білетін жалғыз кітап ол Құран. Ендеше Құран жаттауға кедергі келтіріп жүрген барлық сылтауларымызды бір шетке сырып қойып, іске кірісейік. Құранның соңғы параларынан бастап жаттасаңыз болады. Оларды әр намазда оқып қайталайтын боласыз. 30-шы, 29-шы, осылайша соңғы 5 параны бір немесе 2 жылда жаттаймын деп өзіңізге жоспар бекітіп алыңыз. Дәл қазір және бәрін бірден деген болмайды. Көпшілік адамдар Құран жаттап бастамас бұрын өте қысқа уақытты бітіруді жоспарлайды. Бірақ сосын күндер, апталар, айлар созылып, соңында бір жолата тастауға алып келеді. Құрметті бауырлар, Құранды жаттау аз ғана уақыттың амалы емес. Ол үшін бірнеше жылдар кетуі мүмкін. Әркім өзінің шамасына қарай жеке жоспар құрып, үзбестен амал еткені дұрыс. Хадисте, ұлы Алланың алдындағы ең сүйікті амалдар өте кішкентай болса да үнемі жасалғаны делінген. Келесіде Бақара мен Әл Имран сүресін жаттаңыз. Өйткені олар ең керемет сүрелер. Қиямет күні қатты ыстық болған кезде өздерінің көлеңкесін алады. Бұлт сияқты. Сен қайда болсаң, сонда болады. Тәбарак сүресін жаттап алыңыз. Ол сүре саған кепіл болады. Сені қабір азабынан сақтайды. Кейін Кахф сүресін, ол сені дәжжалдың жамандығынан қорғайды. Ясин сүресін жаттаңыз. Қажетіңізді орындайды. Қай сүрені көп оқып жүрсеңіз, соны жаттау жеңіл келеді. Сол үшін өміріңізге Құран атмосферасын жасап алыңыз. Ол қалай сонда? Жүрген жерде Құран тыңдап жүресіз. Сонда жаттау тіпті жеңілдей түседі. Қазір жақсылап дәретіңізді алып, ниетіңізді қылып, алдыңызға Алланың кәләмін толық жаттаймын деген нақты мақсат қойып, жаттауға кірісіңіз. Бүгінге оп-оңай тапсырма. Құраннан 3 жол, немесе 3 жолдан ғана тұратын бір сүре жаттап көріңіз. Кейін
осы тәсілді талмай тыңғылықты жалғастыра берсеңіз, Алланың жәрдемімен Құранды 7 я 8 жылда бастан аяқ жаттап шыққан қари боласыз, иншалла. Қиямет күні Құранды өзіне сіңірген тері тозаққа жанбайды. Ондай жанға жоғары шық, Құрандағы дәрежеңе байланысты делінеді. Алайда көбінше бастаған ісіміз соңына жетпей, сәтсіздікке ұшырап қап жатамыз. Оның себебі неде? Күнәлар. Сәтсіздіктің негізгі себебі осы нәрсе. Өйткені мұсылманда сәтсіздік тек күнәлары үшін болады. Хадисте расында құл істеген күнәсі үшін бір нәрселерден мақұрым қалады делінген. Сондықтан Құран жаттауды мақсат тұтқан адам күнә жасаудан өзін аулақ ұстаса, міне сол кезде оған ұлы әрі құдіретті Алланың көмек және мейірім есіктері ашылады. Құранды өзіңізге дос тұтыңыз, қари болыңыз. Алла тағаланың сіздерге есендігі мен мейірімі болсын.